Атың кім? Әмір. Сен нешедесің Әмір? Бесте. Өрт туралы не білесің? Өрт болса, 101-ге хабарласу керек. Өрт болса 101-ге хабарласу керек. Атаңдарға айту керек, спичканы не істеу керек? Ойнауға бола ма спичканы? Жоқ. Ал тауып алған жағдайда не істеу керек? Ата-аналарға беру керек. Ата-аналарға апарып беру керек. Өрт сөндірушілер деген кім білесің бе? Ажармен. Дұрыс айтасың. Неге ойнауға болмайды спичкамен? Үй жанып кетеді. Пожарный машина қандай болады білесің бе? Дұрыс айтасың. Басқа балаларға не айтасың өрт туралы? Ойнауға болмайды. Спичкамен ойнауға бола ма спичкамен? Ал ойнағанда не болады? Болмаса бетіміз болады. Дұрыс айтасың. Ал спичка тауып алғанда не істеуіміз керек? Ата-аналарымызға беру керек. Ал өрт болған жерде не істейміз? Өрт сөндірушілердің номері қандай? 101. 101-ге звондаймыз, осылай өрт болды деп. Өрт сөндірушілер дегеніміз кім? Отты өшіретін адамдар, яғни бәрімізді құтқарады өрт сөндірушілер, шырпы сіріңкемен ойнауға бола ма? Болмайды. Неге болмайды? Өйткені Ойнасақ өрт шығады, спичка тауып алғанда не істеуіміз керек? Ата-аналарымызға беру керек. Өрт сөндіру құралдарын білесің бе? Немен сөндіруге болады?